Assalamu алейкум. Мен сіздерге бүгін Google переводчик арқылы шет тілде қалай перевод жасауды көрсетейін деп едім. Мен де осыған дейін осыны дұрыс қолданбаппын. Мысалы, мына жерден өзімізге керек орысша тілде мысалы жазып, соны мысалы как доехать до аэропорта мысалы. Сөйтіп жазсам, мына жерде былай шығады, міне. Турецкий болса турецкий, қытайша болса қытайша мысалы. Тіл таңдағанға байланысты. Оны өйтіп қолданбау керек екен. Мына жерде екі адамның суреті тұрған астында разговор дегенді басамыз, сол жағындағы. И осы жерден айтамыз. Как доехать до аэропорта? Havaalanına nasıl gidilir? Сіздің сұрап тұрған адамыңыз жауабын мына оң жақтағы аудионы басу арқылы айтады. Енді міне осылай, сонда перевод жасайды екенбіз. Мына жерде камераға қойсаңыз, онда сізге переводтап береді, мысалы, мынандай сөздерді. Вот міне.